Жақсы. Табиғат, бір сөзбен айтқанда табиғат. Отырағыз. Келесі тапсырма Марика келе ғой. Яшықтарды ашқан кезде аржағында сұрақтар берілген, соған жауап береміз. Ауаның иісі бар ма? Дәмі ше? Ауаның иісі де жоқ, дәмі де жоқ. Жақсы. Келесі мұнда Ауа деген не? Ауа деген иіс. Газдан қоспасы. Вот дейді ғой, жақсы, жақсы балалар. Енді балалар, сендер бүгінгі сабақты өздеріңді бағалайтын боласыңдар. Оған сырқы сендердің алдарында дескриптор берілген. Сабақтың соңында осы жинаған ұпайларың бойынша мына тақтада ілінген шаңыраққа әрқайсының өздерінің ұлықтарын қадайтын боласыңдар. Түсінікті ме? Енді жақсы, бүгінгі үй тапсырмасына барлықтарын жақсы дайындап. Мінекей көріп тұрсыңдар, иә? Мынау не балалар? Судың қандай күйі мынау? Сұйық күйі. Енді мен қазір мынаны ашам, қараңдаршы, байқаңдар. Сендерге көріне ме мен? Қолдармен міне мынаны ұстап көрсеңдер, көрші. Ұстап. Қандай? Ыстық суда, пештің үстінде қайнап жатқан шәугімнен не шығады? Бу шығады. Ол қандай күйі болады? Судың қандай күйі болады? Газ түрінде күйі болады. Ал мынау, мінекей, міне, мынау мұз болып тұр, яғни бұл қатты күйі. Сонда табиғатта су үш түрлі күйде кездеседі екен. Сұйық, міне бу түрінде және қатты түрінде кездеседі. Ендеше біз бүгін сабағымызда осы судың қасиетін зерттейтін боламыз. Мінекей балалар, мынау сендердің алдарында глобус тұр. Жер шарының 3/4 бөлігін осы су алып жатыр екен. Мына көк түспен белгіленгеннің барлығы су. Глобуста су көк түспен беріледі екен. Және су табиғатта екі түрлі болады, тұщы су және ащы. Тұщы суды тек қана тірі ағзалар пайдаланады екен. Тірі ағзаға не жатады? Жануарлар, адамдар айтты жаңа, өсімдіктер және жануарлар жатады екен. Тірі ағзалар тек қана тұщы сумен қоректенеді екен. Өзіміз өмірден мысалы алатын болсақ, күнделікті өмірден бізде де ауылымызда екі құдық бар, жаңағы ащы құдық және тұщы құдық. Біз көбінесе ащы суда шығамыз ба? Қай құдықтың суын шалып ішеміз? Қара құдық деп айтады, тұщы құдықтың суын ішеді екенбіз. Және де мынандай ақпарат айтамын сендерге. Қазақстандағы ерекше көл бар, ол Балқаш көлі. Не ерекше дейміз? Оның жарты суы тұщы, жарты суы ащы екен. Әлемдегі ең терең көл Байкал көлі деп аталады. Бүгінгі осы сабағымызда біз судың қасиетін зерттейтін боламыз. Енді сабағымыздың мақсатын мен танысып алайық. Яғни бүгінгі сабағымызда эксперимент жүргізу және оны кестеге түсіру, судың физикалық қасиеттерін анықтап, дәмсіз, белгілі формасының болмауын сендер зерттейтін боласыңдар. Енді қазір сендердің алдарына керекті заттарға тәжірибе жасауға түгел заттар берілген. Енді осы тәжірибені кімдер зерттейді?
енді ғалымдар қандай адамдар? Білімді, зерттеуші, ақылды, жақсы. Қазір сендер осы 3 топ болып, мына зерттеуші тобы, білімділер тобы және ақылдылар тобы жұмыс жасайсыңдар. Ол үшін топтан бір топ басшысын сайлап алыңдар. Қанекей, кімді сайлайсыңдар өздері? Bir kişi olan değil, bir kişini saylamalısın. Bulutlarına geliyorlar. Yeni şey var. Natop'ta Aydara var. Жақсы. Жаңағы мен айтқан бойынша алдарында кесте барлығы дайын тұр. Тәжірибе жасау арқылы қазір телевизордан мына экраннан көрсетемін. 3 топқа берілетін тапсырма. Әртүрлі алаңдарында судың қасиетін зерттейтін боласыңдар. Қазір сендерге тапсырма беріледі. Бірінші топтың тапсырмасын тыңдайық. Бірінші топқа берілетін тапсырма сендер судың түрін, пішінін зерттеу. Ол үшін мұз кесегінің ерігенін бақылап, оның қандай тегістігін көресіңдер және оны беті тегіс ыдысқа құю арқылы аққыштығын зерттеу. Келесі тәжірибеде алдарында тұрған ыдыстағы суды әртүрлі ыдысқа құю арқылы судың пішінін зерттейсіңдер. Осы жасаған зерттеу жұмыстарында кестеге түсіретін боласыңдар. Түсінді ғой, ал енді тәжірибемізді бастаймыз. көрмейді, ал суға салсақ көрмейді. Суға салсаңдар көрінеді. Шайды салғанда түсі өзгерді ма судың? Қандай түскен? Сары. Ал қант салған суды дәмін татып көрдіңдер ме? Қандай болды? Қанттарың қайтты? Қайтты қанттар? Енді соны кестеге 3 топ тәжірибелерін жасап, кестеге түсіріңдер. Кестеге түсіріп жазыңдар, содан топтармен шығып, қазір топ жұмысын айтатын боласыңдар. Бірінші топ болған екен, келіп ортаға шығып, өздерінің жасаған тәжірибелеріне қорытындысын бөлдер олар. Тақтаға. Қалған екі топ қаны. Біз судың түрін, иісін, пішінін білу үшін жөндеу жұмысын жасадық. Зерттеу жұмысының нәтижесінде мұз кесегінің ерігенін байқадық. Біз тәжірибені жасау барысында мұз кесегін суды қайнайдай ыдысқа құйсаң, сол ыдыстың пішінін сақтайтынын білдік. Тәжірибенің нәтижесінде судың пішіні болмайтынын білдік. Суды қандай ыдысқа құйсаң, сол пішінді сақтайды. Яғни судың аққыштығын пішіні болмайтын қайтындар. Зерттеп көз жеткіздіңдер. Жақсы, тамаша, отыра қойыңдар кәнекей. Келесі екінші топ келе қойыңдар.
Өздер балалар. Назар сен білмейсің. Тыңдап отырамыз екі топ. Өздерінің бағаларын қоя беріңдер. Biz suyumuzga suyun түсін анықтау үшін бірінші стаканда су, екінші стаканда сүт құйылған екеуін салыстырды. Сонда сүт құйылған стаканда ақ болды, сүт құйылған стаканда түс болмады. Біз оған көзімізге сезгізу үшін құйылған стаканға қасықты салғанда қасық көрінбейді. Ал сүт құйылған стаканға қандашты салғанда қандаш жұқыш болып шықты. Соны біліп алу керек. Жақсы. Сонда қандай қасиетін білдіңдер? Судың түсі, жұқыштығын білдіңдер, және түссіз екенін білдіңдер, иә? Түссіз жоқ. Келесі топ. Тыңдап отырамыз қазір. Біз екі стаканды алып біреуіне қан салып, Тыңдаймыз. ештеңе салмаған ыдысты иіскеп көріп едім, иісі болмады. Ішіп көріп едім, дәмі болмады. Қан салған ыдыста суды ішіп көріп едім, тәтті болды. Біз судың дәмі болмайтынын білдік. Сосын тағы бір стакан алып шай түйіршіктен салып едім. Біраздан соң сарғыш түске ене бастады. Біз судың еріткіш қасиеті бар екенін білдік. Жақсы, тамаша, отыра қойыңдар. Отырыңдар. Ал енді топтарды бір-бірімізді бағалап жіберейік. Қазір басқармаға түсіне бірінші топты, үшінші топ бағалаңдаршы. Тәжірибелері қалай болып келеді? Ұнады ма жасаған тәжірибелер? Жақсы, тамаша. Ал енді бірінші топ, екінші топты бағалап жіберейік. Шапалаға түсіне кәнекей. Үшінші топ, екінші топ, үшінші топты бағалайық кәнекей. Тағыдан басқармаға түсімен бағалап жүріңдер. Тамаша, жақсы. Сонымен балалар, судың қандай қасиеті білдік біз? Еріткіш, жұққыш және мөлдір екенін білдік. Түсі болмайды, мөлдір екенін және дәмі болмайды, пішіні болмайды, иісі бар ма екен? Иісі болмайды. Жақсы балалар. Мінекей, осы жасаған жұмыстарын өздерің, мына ұлықтарына барлықтарын қатысқандықтан дескрипторды қарап, өздеріңе ұпайларыңды қойып отырыңдар, иә? Келесі. Тапсырма бізде. Жаңағы, енді жаттығу жасап алайық, серіктік жаттығуын кәнекей. Біраз нәтиже жасап қашады. Әкем толғауы кейінен біраз серіктік жаттығу. Мен қорғалды қырай дейін үйде. Екі жаққа отырамыз. Әлмен тұңдар жер. Бекіту жұмысын жүргіземіз. Қазір сендердің алдарында ағыздар жерінен онда жасырылған сұрақтар бар, иә? Осыны біз қайтеміз осы сұрақтарға жауап берген кезде. Жауап берген кезде жасырылған сурет шығады. Сол қандай сурет соны табуымыз керек. Кел, Нұрбақ, келе ғой. Тапсырманы оқи ғой. Сұрақты оқы. Дұрыс. Жақсы, тамаша. Келесі, Аружан кел. Иә, жаңағы сабақтың басында айтып кеткен.
Жаңа өздерің ал кел. Бақ. 100 градус температурада қайнай ма дейді? Иә. Көді жағады нешеді суды көрдік қой, е? Жер қайнайды. Ал енді сурет қандай сурет? Неме сурет? Глобустың суреті. Алдымызда тұрған глобустың суреті жасырып керек. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта барлықтарын тәжірибе жасап, жақсы ұқсыңдар. Енді балалар, қазақта ұлттық ойындар көп, иә? Қандай ұлттық ойындар? Айғайламайыз бір-бірден. Көкпар, бәйге, қыз қуу, асық ату, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, мұратбек айтады. Қандай ойын бар, ұлттық ойын? Қандай ойынды білесің? Ал айтып кеттік. Жақсы. Енді балалар, біз қазір теңге алу ойын ойнаймыз. Біздің алдарында теңгелер берілген, е? Мынау теңге. 2 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік қоржынға ілінген. Бұл жайылып тұрған жоқ. Бұның егер сендер осының артында жасырылған сұрақ бар, сол сұраққа жауап берсеңдер, мына теңгені өздеріңе бай ретінде ала алатын боласыңдар. Түсінете? Теңге алу ойын деген жалпы қалай ойнаушы еді ол? Кім айтып жібереді? Кім айтып жібереді? Ер адамдар атқа мініп шауып келе жатып, белбеуін киіп, теңгені алу керек. Теңгені алу керек. Енді біз қазір сыныптың бөлмесінде жаңағы атпен келе алмаймыз, тек қана өздері қоржындағы теңгені алып жауап бересіздер. Айғайламаймыз қазір. Сұрақты оқи ғой, не артындағы? Оқушыларға қарастырыңыз. Глобуста су қандай түспен берілген? Глобуста су көк түспен. Жақсы. Кел, Айзада. Теңгелерді алып, сұраққа жауап берейік. Өзің қалаған теңгені аласың. Байларды белгілеп отырыңдар уықтарына. Үш киім аттан қатты, сұйық, Дұрыс. Жақсы. Қандай теңгені алдыңдар, сонша ұпай қоюларына болады өздеріне. Жақсы жауап берсеңдер. Қай көлдің суы екі түрге балқаш. дұрыс. Жақсы қандай ұпайларыңды қайтыңдар? Жинадыңдар. Иә, беріле болсыңдар ғой, ұпайларыңды. Енді күнделіктеріңді ашып, үй тапсырмасын жазып алыңдар. Жаңа сабағымыздың басында айтқанбыз, өздерің бағалайсыңдар деп қойдыңдар ма? Бағаларыңды енді келіп өздерің мына шаңыраққа оқытарыңды қадағалауға болады. Бірінші топ келсін, иә? Бірінші топ келсін. Бірінші топ келсін. Бірінші топ келсін. Келесі екі. Жақсы. Отырамыз. Жаңа тақырыпты түсінсеңдер, мына бағдаршам әдісі арқылы қазір түстерді таңдап, өздерінің ойларыңды білдіретін болсыңдар. Қызыл түс дегеніміз. Жасыл түстен бастайық. Жасыл түс мен бүгінгі сабақты жақсы ұқтым. Сары түс сұрағым бар. Жаңағы қызыл түс түсінбедім дегенді білдіреді. Ал кел сабақ кел. Бірінші топ келсін, бірінші. Түсінікті отар бүгінгі сабақ. Екінші топтың балалары келе отыр. Барлықтарын бүгін сабаққа қарасақ экранға өздерің барлық сабақты ұнаған сияқты, жақсы түсінген сияқтысыңдар, иә?